Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен бір жасағаннан мінсіз болып шығатын оладьи, яғни құймақ жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Осыған дейін айран қосылып жасалынатын құймақтың әртүрлі рецептімен байқап көрдім. Біреуі өте қатты көтерілмейді, енді бірінің ортасы шикі және тығыз болып қалатын. Ал мына рецепт бір жасағаннан пышный әрі ортасы толық піскен өте дәмді құймақтар болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне шым-шым тұз қосамыз және де қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Егер сізде венчик болмаса, шанышқыны көмегімен араластырсаңыз болады. Үстіне жылы айранымызды қосамыз. Айран міндетті түрде жылы болуы қажет. Мен микротолқынды пеште жылытып алдым. Жақсылап барлығын араластырамыз және де үстіне ұнды бірте-бірте қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның тығыздығына байланысты әртүрлі кетуі мүмкін. Менде 250 грамм осы толықтай осы ұн кетті. Егер сізде мүмкін, егер ұныңыз тығыз болатын болса, 200 граммда кетуі мүмкін. Сондықтан, яғни қамырдың консистенциясына қараймыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді осы қамырымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып, көтерілгенше 15 минутқа қоя тұрамыз. Сол сәтте бізде ас содасы өзінің әсерін беріп, қамырымыз үлкейетін болады. Қамырды осы күйінде 15 минуттай қоя тұрамыз. Табамызға май құямыз. Бұл сәтте менде қамыр 15 минуттай тұрды, көтерілді. Осылай қасықпен шетінен алып, табамызға құйып шығатын боламыз. Құймақтардың формасының әдемі болып шығуы сіздің қасықпен әдемі салғаныңызға байланысты. Сондықтан да өзіңізге ұнаған формада қасықтың көмегімен жақсылап салсаңыз болады. Барлығын осылай салып шығамыз. Оттың күші баяу от болуы қажет, өте қатты от болмауы қажет, себебі егер қатты от болатын болса, жаңағындай тез сырты қызарып, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан оттың күшіне де баса назар аудару қажет болады. Осылай уақыт өте келе бізде құймақтардың бетінде көпіршіктер пайда бола бастайды. Сол сәтте біз екінші жақ бетіне аудара бастаймыз. Бетінде осындай көпіршіктер көтеріліп, тесіле бастайды. Сол кезде аударсаңыздар, толықтай дайын деген сөз. Екінші жақ бетіне әдемі қызарған сәтте аударамыз және де екі жақ беті қызарған сәтте бірден майдан аламыз. Өте осындай көтерілген, әдемі құймақ болып шығады бізде. Дайын болған құймақтарымызды қағаз майлық төселген тарелкамызға салатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай үлпілдек әдемі құймақтар пайда болады. Қалған құймақтарымызда да дәл осындай құйып пісіріп шығамыз. Ең бастысы оттың күшін баяу етуді ұмытпаймыз. Өте қатты болса, шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан осыны ескеру қажет болады. Менің YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол сәтте менің видеоларым сізге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Алдағы уақытта көптеген дәмді, тәтті рецепттермен, оңай рецепттермен бөлісетін боламын.
сондықтан YouTube арнама тіркеліп қойыңыз. Бұл қимақтың рецепті бойынша 2-3 ас қасық қант салған болатынмын. Егер сіз бұдан да тәтті болғанын қаласаңыз, көбірек қантын көбірек етіп жасасаңыз болады. Мен қантын осы 2-3 ас қасық көлемінде салып, қант ұнтағымен және де құлпынай сиробымен ұсынған болатынмын. Сондықтан да бізге қатты тәтті болып қажет болмады. Сондықтан өзіңіздің қалауыңызға қарай тәтті етіп немесе дәл осы рецептпен жасасаңыз болады. Дайын болған құймақтарымыздың бетіне осындай қант ұнтағын сеуіп ұсындым мен. Егер сізде бұл қант ұнтағы болмаса, міндетті емес, әртүрлі джеммен, әртүрлі сироптармен ұсынсаңыз болады. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Ортасын бөлген кезде осындай болып шығады. Ешқандай да шикі болып қалмайды, тығыз болмайды, өте пышный, өте дәмді құймақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, және де рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, келесі видеоларда қандай рецепттер күтесіз, соны да комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.